Баршаңызға сәлем. Таңғажайып жүгері ұлпалары пайдалы ма, зиян ба атты ғылыми жобамызбен таныстырамыз. Қымбаттым, арнамызды қолдап жоғалтып алмас үшін және алдағы уақытта жаңа ғылыми жобаларды көріп отыру үшін арнамызға лайк басып, қоңыраушаны белгілеп тіркеле кетіңіз. Кіріспе. Қазіргі уақытта жүгері ұлпалары ұлттық құндылығымыз ретінде маңызды орын алмаса да, көпшіліктің сүйіп жейтін тағамына айналған. Ертеректе ауылды жерде аналарымыз жүгері талқанын жасау барысында қуырып отырып дәл осы қожалақтарды алатын, оны жапа тармағай бала-шаға қуана теріп жейтін, қазіргі уақытта жүгері талқанын жасайтын адамдар жоқтың қасы. Зерттеудің мақсаты жүгері попкорны пайдалы ма, зиян ба? Сонымен қатар жүгері дәндерінің неге жарылып кететінін анықтау, үй жағдайында попкорн дайындау. Жүгері бұл қалың сабағы бар және жеуге болатын үлкен сары, кейде ақ дәндері бар дәнді өсімдік. Сонымен қатар осы өсімдіктің дәндері. Попкорнның пайда болу тарихы. Попкорнның тарихы 1000 жылдықтан асады. Бұл уақытта ол көптеген аңыздарға ие болды. Олардың бірі өте ыстық жазда жүгері дәндер кенеттен тікелей құлаққа жарыла бастағанын айтады. Қорыққан жануарлар қарлы боран кезіндегідей жүгірді, адамдар қорықпады және жарылған жүгеріні пайдаланып оның дәмін бағалады. Попкорн жүгері ұлпалары, ағылшынша попкорн. Қызған кезде ішінен жарылған жүгері дәндерін білдіретін тағам, әдетте тұздалған немесе тәттілендірілген. Ежелгі жүгерінің тозаңы Мехико қаласынан 60 метр қашықтықта 80 мың жылдан асатын қазбаларда табылды. Ғалымдардың зерттеулеріне сүйенсек, ежелгі жүгерінің тозаңы қазіргі жүгерінің тозаңынан іс жүзінде ерекшеленбейді. Адам попкорн дәнінің қасиеттерін кездейсоқ түсінді. Өрт кезінде отта қалған жүгері дәндері жарыла бастаған. Жасы 5600-ге жеткен жүгерінің ең көне собықтары 1948 жылы Нью-Мехико штатындағы Бэткейв үңгірінен табылған. 1492 жылы Колумб Американы ашқанға дейін попкорн Американың үндістерге бұрыннан белгілі болған және оларды тамақ және әшекей ретінде пайдаланған. 1519 жылы Кортес Мексикаға басып кірді. Ацтек тұрғындары үшін попкорн тек тамақ қана емес, сонымен қатар олар Тлалок, жүгері, жаңбыр және құнарлы құдайы сияқты құдайларының мүсіндеріне арналған моншақ, білезік және ою-өрнектер үшін салтанатты әшекейлер ретінде пайдаланды. Үндістер сол әрбір дәннің ішінде рух бар. Олар қыздырғанда ашуланып, үйшігінен шығады деп сенген. 1630 жылы 22 ақпанда қазіргі Нью-Йорк штатының аумағында тұратын Иракуа Англиядан келген колонизаторларды бұрын-соңды болмаған және өте дәмді ғажайып попкорнмен таныстырды. Иракездер жарылған дәндерді жасау үшін қыш ыдыс пен ыстық құмды қолданды. Жүгері ұлпасының туған күні 1630 жылы 22 ақпан болып келісілді. Перудан табылған жерлеу орындарында ғалымдар 1000 жастан асқан жүгері дәндерін тапты. Олардың кейбіреулері соншалықты жақсы сақталған, сондықтан оларды попкорн жасау үшін пайдалануға болады деді. Попкорнға арналған ең көне құрылғылар мысықтармен безендірілген таяз ыдыстар болды. Ең ежелгі осындай құрылғы Перудің солтүстік жағалауында табылған және ол біздің дәуіріміздің 300 жылдарына жатады. Поппер деп аталатын попкорн шығаратын құрылғыны 1885 жылы Чарльз Критерс ойлап тапқан. Ол қуырылған жер жаңғақ сататын кондитерлік дүкенге ие болған. Жүгері қуыруға арналған аппарат оған ұнамады және оны өзгертуге шешім қабылдады. КСРО-да попкорнның алғашқы пайда болу соғыстан кейін кезеңге келеді. 1945-46 жылдар ақш бізге попкорнды жеткізіп, оны Мәскеу көшелерінде сатқан. Қазіргі уақытта Қазақстанның кез келген қаласында базар айналасынан дүкендерден пакеттердегі жүгері ұлпаларының түр-түрін сатып алуға болады. Химиялық құрамы. Өнімде В тобының витаминдері бар. В1, В2. Онда ас қорыту жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі үшін қажет талшық. Сондай-ақ калий бар. Попкорн полифенолдар сияқты қосылыстарға бай. Күшті антиоксиданттық әсерімен танымал химиялық заттарға бай. Магний, мырыш, натрий, фосфор, темір және басқа элементтерде осы тағамда кездеседі. Попкорн калориясы 407 килокалория. 100 граммға попкорн өнімінің энергетикалық құндылығы: ақуыздар 7,3 грамм, майлар 13,5 грамм, көмірсулар 62,7 грамм, энергия қатынасы 70-30-62 пайыз. Попкорн пайдасы. Попкорнның үлкен пайдасы оның құрамында талшық көп. Бұл қалыпты ас қорыту үшін қажет өнім. Бұл өнім тез қанықтыруға мүмкіндік береді. Тәбетті бұзбайды, өйткені ол асқазаннан тез шығарылады. Попкорндағы В1 дәрумені шаш пен тырнақтың өсуін реттейді. Көмірсулар мен майлардың метаболизмі үшін, сонымен қатар жүректің, жүйке мен ас қорыту жүйесінің қалыпты жұмысын сақтау үшін маңызды. Кейде қарттарға, спортшыларға, балаларға, ауыр физикалық жұмыстармен айналысатын адамдарға попкорнды қолдану ұсынылады.
Попкорн зияны. Попкорнның айқын зиянды құпия емес, алайда бұл өнімді көп мөлшерде тұтынған кезде ғана көрінеді. Сондай қоспалар мен хош иістерге бай майлы, тұзды немесе тәтті өнімді жеуге кеңес берілмейді. Бұл шөлдеу сезімін тудырады және тәбетті арттырады. Оқушылармен сауалнама жүргізілді. Попкорн туралы білесің бе және ұнай ма дегенге білемін, ұнайды деп 89% жауап берді. Сіз попкорнды қалай жасайтынын білесіз бе дегенде көпшілігі зауыттарда жасайтынын айтты. Үйде попкорн жасауға бола ма деген сұраққа 70% болады деп жауап берді. Попкорн пайдалы ма, зиян ба деп сұраған сұраққа попкорн пайдалы деп 80% жауап берді. Попкорнды қолдану. Қазіргі уақытта попкорн әртүрлі қоспалар бар тағам ретінде, сондай-ақ попкорн мерекелерге арналған жергілікті бұйымдар ретінде, әртүрлі қолөнерге арналған материал ретінде қолданылады. Жүгеріні арнайы зауытта өңдеу. Жүгері тұқымдары өсімдік эмбрионынан эндоспермадан құрамында өніп шыққан кезде эмбрионды нәрлендіретін крахмал мен су бар және қабығынан тұрады. Күзде жүгері жиналған кезде эндоспермадағы судың мөлшері 20%-ға жетеді. Тым жеңіл дәндер ауаны сыртқа шығарады, тым ауыр заттар орталықтан шетіне ауысады, ортасында оңтайлы салмақ қалады. Содан кейін арнайы құрылғы электронды индикатор ластану мен зақымдалған дәндердің қалдықтарын анықтап, оларды ауа ағынымен шығарып тастайды. Әр партиядан алынған дәндердің бір бөлігі қуыру цехына түседі. Онда олар маймен құйылып, жарылғыштығын тексеру үшін дайындалады. Осыдан кейін оралған жартылай фабрикаттар дүкендерге түседі. Бірінші тәжірибе жасау үшін мен жүгері дәндері мен табаны күнбағыс майын қолдандым. Жүгері дәндерінің жарылуы үшін әдетте 175-200 градус температура жеткілікті, ал барлық дәндер тұтас, сапалы және қалыпты жағдайда сақталған болу керек. Кептірілген жүгері жарылып кетпейді. Екінші тәжірибе. Үйде попкорнды басқа дәнді дақылдардан дайындауға бола ма? Өйткені олардың құрамында су бар. Мысалы, жасымық, күріш, қарақұмық, бұршақ. Эксперимент үшін алдымен қарақұмық дәндері алынды. Қыздырылған кезде қарақұмық дәндері қызады, бірақ дәндер көбеймеді немесе ұлпаларға айналмады. Яғни қарақұмық дәнінің қабығы берік емес және астықтан суды оңай өткізеді. Су буға айналады. Әрі қарай күріш, бұршақ дәндері қыздырылды. Содан кейін бәрі қайталанды. Дәндер ұлпаларға айналмады, ал су буға айналды. Табада попкорн дайындау. Көлемі 2 уыс, пісіру уақыты 5 минут, құрамы кептірілген жүгері дәндері 50-80 грамм, өсімдік май 2 ас қасық, ұнтақ, қант немесе тұз, дәміне қарай дәмдеуіштер, мысалы ваниль мен даршын дәміне қарай. Терең табаға аздап өсімдік майын құямыз. Жүгері дәндерін табаға салып, әр дән майды қабығымен жабылатындай етіп араластырамыз. Барлық дәндер табада бір қатарда жатып, табаның табанына тиіп тұру керек. Бұл барлық дәндердің ашылатынына кепілдік береді. Табанын қақпақпен жауып, қатты отқа қоямыз. Май жеткілікті түрде қызғаннан кейін 3-4 минут ішінде дәндер қақпақтың астына жарылып, нәзік ұлпалар пайда болады. Микротолқынды пеште попкорн жасау. Шыны немесе керамикалық терең ыдысқа бір қасық өсімдік немесе еріген сары май құямыз. Жүгері дәндерін салып араластырамыз. Біз ыдыстағы дәндер бір қатарға жататынына көз жеткіземіз. Микротолқынды пешті максималды қуатқа қосамыз және 3 минут күтеміз. Карамель попкорн қалай жасауға болады? Біз жарты стакан қоңырқант, жарты стакан май немесе дайындалған тұздалмаған жүгеріні аламыз. Қоспасы жарылып, үлкейгенше қантты еріген сары маймен шайқаймыз. Содан кейін жүгеріні пісіруге арналған ыдысқа құйып, салып, шайқалған қоспамен араластырамыз. 180 градус температурада шамамен 8 минутта пісіреміз, жарылғанға дейін. Попкорндарды арнайы машиналарда дайындауға болады, бірақ сонымен бірге бұл опция қымбатырақ және құрылғыны қарапайым тұрмыстық техника дүкендерінде сатып ала алмайсыз. Сіз негізінен мамандандырылған интернет дүкендерде тапсырыс бере аласыз. Сонымен қатар попкорн жасау үшін шикізат пен қоспалар сатып алуға тура келеді. Қорытынды. Шоколад пен чипстерге сенудің қажеті жоқ. Ол кезде тістерді кариес пен аласқазанды консерванттармен құртасыз. Ал бірақ попкорн бұл басқа мәселе. Дәмді, пайдалы, қауіпсіз және тоқ қылады. 100 грамм попкорнның құрамында 325 килокалория бар. Ал жүгерідегі бай талшық ас қорытуға оң әсер етеді. Сондай-ақ попкорн тәбетті арттырады. Жағымды дәмі арқасында оны ересектер де қуана жейді. Попкорнның зияны өнімді көп мөлшерде тұтынған кезде ғана көрінеді. Майлы, тұзды немесе тәтті өнімді, сондай қоспалар мен хош иістерге бай тағамдарды жеуге болмайды. Попкорнды үйде қоспаларсыз дайындауға болады. Жүгері дәндері қыздырылған кезде жарылып кететін жалғыз дән. Попкорн мерекелерде безендіру ретінде қолданылады. Үйде осындай астық бар болса, сіз кенеттен келген достарыңызды өзгеше қуанта аласыз, әрі қаржылық шығыны да аз. Ұсыныстар. Жүгері ұлпаларын үй жағдайында дайындап жеуге болады. Жергілікті жерде жүгеріні егіп, одан попкорн жасайтын өндіріс орны ашылса. Өйткені жүгері ұлпалары пайдалы әрі оған деген сұраныс та үлкен. Қазір ғылым мен техниканың дамыған заманда жүгері ұлпалар қазақтың құнды тағамы ретінде өз орнын айқындап терең танылса екен.
арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.